Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 2-ші сабағын өтетін боламыз. Кеттік балалар, бірден сабағымызды бастайық. Байлығым, байтақ елім, ауызша және жазбаша сөйлеу. Сызба арқылы мәтіннің мазмұнын болжауды, өз ойымды дәлелдеуді үйренемін. 6-шы жаттығу. Сызба арқылы тыңдайтын өлеңнің не туралы екенін болжап көр. Үш бақытым, халқым, тілім, отаным. Өлеңнің не туралы екенін қалай анықтадың? Балалар, бұл жерде бізде біздің отанымыз, біздің Қазақстанымыз жайлы, үш бақытымыз жайлы болады, былайша айтқан кезде. Өлеңді мұқият тыңда. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі. Балалар, енді жаттығу өлеңнің екінші шумағын жатқа жаз, сөйлеудің қай түрін қолданасың. Және де екінші астында бізде тапсырма бар, өлеңдегі тілім дедім сөзі қандай мағынаны береді? Жұмсарттым, жібіттім, кестім дейді. Балалар, екінші шумағы бізде, ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Балалар, бұл жерде біз жаңағы дәптерге жазып тұрғандықтан, жатқа жазып тұрғандықтан, бұл бізде жазбаша сөйлеуге жатады. Енді екінші тілім дедім сөзі бізде кестім деген мағынаны білдіріп тұр екен балалар. Келесі 8-ші жаттығу, мақал мәтелдерді оқы, олардың мағынасын бір-біріне түсіндіріп көріңдер. Бірінші, жақсы сөз жарым ырыс, сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Айтылған сөз атылған оқ. Өз білмегеніңді кісіден сұра, үлкен жоқ болса, кішіден сұра. Біліп тұрсаң да сұрап ал. Жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз. Балалар, бұл жерде бізде барлығында көбінесе сөз құдіреті туралы айтылған, яғни аңдамай сөйлеуге болмайды. Барлығын ойға салып, бірінші ойланып барып сөйлеу керектігі деген сияқты ойларды бізге жеткізіп тұр екен. Жазбаша сөйлеу туралы айтылған мәтелді анықта, оны көркем жаз дейді. Ол бізде 7-ші жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз екен, балалар. Келесі 9-ші жаттығу, өлеңді түсініп оқы. Сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көк шегіне. Екі нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге. Сөз кересе күйгені көңіл мен тіл көркіңде. Жүсіп Баласағұн. Өлеңдегі сөз қуаты тіркесі қандай мағына беретінін анықта дейді. Әдемі сөз, дұрыс сөйлеу, сөздің күші. Таңдауының дұрыс екендігін дәлелде дейді. Балалар, бұл жерде сөз қуаты дегеніміз сөздің күші деген мағынаны білдіріп тұр екен, балалар. Келесі 10-шы жаттығу, мәтінді оқы. Еркебай әжесіне не деді? Әжесі немересіне не деп жауап берді? Бірде Еркебай күні бойы ойнап сабағына дайындалмастан ұйықтап қалды. Таңертең әлденені сылтауратып мектепке барғысы келмей жүріп алды. Мұны әжесі байқады да киімін кие бастады. Әже, сіз қайда барасыз, деді Еркебай. Мектепке. Онда не істейсіз, әже? Сенің орныңа оқып келемін. Еркебай қатты ұялды. Әжетай бармай-ақ қойыңызшы, өзім барам. Сол күннен кейін Еркебайдың сабағы жөнделе бастады. Күні бойы ойнағанды қойды. Әжесінің рұқсатымен біраз ойнап келеді де сабағына кіріседі. Балдырған журналынан. Еркебайдың өзгеруіне не әсер етті, балалар? Әжесінің сөзі ме, әлде әжесінің әрекеті ме? Әрине, бұл жерде балалар сөзсіз әжесінің әрекеті әсер етті. Егер де әжесі бұлай жасамағанда, онда Еркебай өзгермес пе еді, Балалар, осымен бізде бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.